Қордай ауданында әлеуметтік нысандардың құрылысы мен жөндеу жұмыстары назарға алынды. Мәселен, бүгін аудан әкімі Үлкен Сұлутөр және Беріктас ауылдарындағы маңызды объектілерді аралаған. Құрылыс қашан аяқталады, қандай нәтиже күтіледі? Толығырақ тілші материалында. Үлкен Сұлутөр ауылында салынып жатқан спорттық сауықтыру кешені аудан бойынша жүзеге асып жатқан ірі жобалардың бірі. Ал қолға алған нысандағы құрылыс аяқталған соң ауыл тұрғындарының бұқаралық спортпен тұрақты айналысуына мүмкіндік тумақ. Қоса кетейік, Беріктас ауылында да нөмірі 28-ші Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің күрделі жөндеуі жүріп жатыр. Жоба аясында ғимараттың ішкі және сыртқы бөлігі жаңартылып, оқушылар үшін қауіпсіз әрі қолайлы білім беру ортасы қалыптастырылмақ. Сол үшін бізде тәжірибе бар. Жаңағы спорт бөлімі басшысына табыстаймын. Осы жерге келіп, құрылыс бөлімімен бірге мына жобаны қазірден бастап қарасын. Өйткені мына пока чистовой отделка басталмай тұрып, қажетті болса исключаемый, добавляемый жасап, мына қажетті керек емес бөлмелерді қазірден бастап перегородкаларын ары-бері жылжыту керек болса, соны қарастырыңыздар. Аудан басшысы сондай-ақ Қордай ауылында салынып жатқан сот ғимаратының құрылыс алаңына ат басын бұрды. Мұнда нысанның қазіргі жай-күйі мен жұмыс барысы таныстырылды. Қордай аудандық сотының құрылысын бастадық. 12 мамыр күні 2026 жылы бастадық. 11 ай уақыт мерзім берілген. Қазіргі жүргізіліп жатқан жұмыстар уақытша қоршау бітірдік. Котлован жұмыстарын бастадық. Уақытша су, уақытша газ құбырларын тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, жұмыс жүріп жатқан объектілерді арнайы аралаған аудан басшысы барлық нысанның сапасын бақылауда ұстап, құрылыс қарқынын жеделдету қажеттігін тапсырды. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.